Жамбыл Жабаев қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы. Өлең сөздің дүлдүлі жырау жыршы. 1846 жылы Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. 1945 жылы Алматы облысының Ұзынағаш елді мекенінде қайтыс болды. Шыққан тегі ұлы жүз руының шапрашты тайпасының ішіндегі Екей руы. Жамбыл ақынның «Сұр жылан» деген өлеңін алайық. Өлеңнің тақырыптық идеялық ерекшелігі де, философиялық жасырын мәні де бар. Бұлай деп баға бермес бұрын, өлеңнің өзіне бір үңілсек. Ысқырды тағы сұр жылан, екі айыр тілі у жылан. Бақытты байтақ елімде жасырынған сұм жылан. Ой шұқырды сағалап, елді торып жағалап, жабықтан кірген қу жылан. Қараңызшы, мұндағы суреттеп отырған сұр жыланы шынымен де жыланның өзі ме? Әрине жоқ. Жыланның түр-түрі болады. Алайда ысқыратын жыланды немесе оның үнін естіген адам бар ма? Жоқ. Ендеше бұл жай ғана теңеу емес, астарлы ой, астарлы философиялық мәні бар үлкен әрі тереңде жатқан мәселе. Мұнда заңды түрде ысқырған жылан кім деген сұрақ туындауы мүмкін. Жауапты түрлі қылып беруге болады. Алайда философияның ерекшелігі де осында тұрған жоқ па? Ерген иттер айтаққа, сатылған жауыз байтапқа, жарықтан қашқан бандалар, өңшең соқыр жын жылан. Қан құмарлар жыланы, Троцкий жыланы. Қайдағы зұлымсым жылан, жай жылан ба бұл жылан. Қара жолдас бас қосып, халыққа қара күн тумақ. Сақтаған зәрім бойына, туғызбақ болып бізге алаң. Міне, біз іздеп отырған мәнде жауап та осы емес пе еді? Сұр жыланымыз арамызға кірген сатқындар. Қазақты жаншып, оның бүкіл болмысына қастандық жасағандар. Ақын Жамбыл Жабаевтың 20 ғасырдың Гомері атануына да осы бір жолдар жеткілікті секілді.